Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Ол халық тарихымен бірге жасап, ұрпақтан ұрпаққа қатынас құралы ретінде қызмет етіп келеді. 1989 жылы 22 қыркүйекте қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алды. Қазақ тілі басқа елдерде тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі өркендеген мәдениеттің тілі, ғылыми тіл, ресми іс-қағаздарының тілі. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және тағы да басқа елдерде тұратын қазақтардың ана тілі болып табылады. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ ноғай тармағына жатады. Және де қырғыз, татар, башқұрт, құмық, қарайым, қырым татар тілдеріне жақын болып келеді. Қазақ тілі халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып отырған баға жетпес асыл мұрамыз. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтан біртуар ақыны Мағжан Жұмабаев ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс-тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады деген. Қазақ тілі өте бай тіл.